Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді бауырдан рулет жасайтын боламыз. Бұл өте пайдалы тағамдардың бірі, жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бауырдың сыртында пленкасын алып тастап, бауырымызды ұсақтап турап аламыз. Мен бауырды блендерде өткізетін боламын. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкіден 2 рет өткізіп алсаңыздар болады. Барлығын ұсақтап тураймыз. Блендерде өткізетін болсақ, біздің бауырларымыз қазір пісірген кезде бір тегіс өте әдемі болып шығады. Бауырымызды блендерге саламыз да, үстіне аздап сүт құямыз да, барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Өткізіп алған бауырымызды осылай кеңірек ыдысқа құйып аламыз. Мінекей қараңыздар, бір келкі тегіс әдемі болды. Осылай болып барлығын өткізіп алғаннан кейін үстіне сүт құямыз, жұмыртқа және ұн, тұзы мен қара бұрышты салып, барлығын ішінде түйіршіктер қалмайтындай болып араластырып аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Сәбізімізді де үккіштен өткізіп аламыз. Табамызды майлап, массамызды құйып, құймақтарымызды пісіретін боламыз. Осылай етіп барлығын құйып, бір беті піскеннен кейін екінші бетін айналдырамыз. Өте оңай алынады осылай бір беті, жабыспай және тез піседі. Барлық құймақтарымызды осылай етіп пісіретін боламыз. Табаға майымызды құйып, жаңағы турап алған пиязымыз бен сәбізімізді салып, начинкасын дайындайтын боламыз. Қызарғанша қуырамыз. Татымына қарай тұзы мен бұрышын саламыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Енді рулеттерімізді жинайтын боламыз. Майонезге чеснокты осылай пресстен өткізіп салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін бауырымыздың бетіне тегістеп жайып шығатын боламыз. Оның үстіне начинкамызды салып, бауырымызды рулет тәріздес орап аламыз. Барлық бауырларымызды осылай етіп жасап шығамыз. Осылай етіп барлығын жасап шығамыз. Мінекей біздің бауырдан жасалған рулеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, әрі пайдалы және тойымды. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.